Безікке жатқан баланың белі түзу болады. Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен керек арнасы. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басып қоюларыңызды сұраймыз. Бесікте жатқан баланың омыртқасы түзу болады дейді. Жарты ғасырға жуық балаларды емдеп келе жатқан медицина ғылымдарының кандидаты Нұрнияз Бисалиев нәрестенің денсаулығына бесіктің пайдасын тізбектеп берді. Дәрігер бесікке бөлуге болмайтынын айтып, тыйым салған кейбір әріптестерінің уәжімен келіспейді. Жаңа туған сәбиді бесікке 2 аптадан соң бөлуге кеңес береді. Бірақ баланы күні бойы бесікке таңып қоюға тыйым салынған. Ара тұра шешіп алып, түрлі дене жаттығуларын жасау қажет. Онымен қоса күн сәулесінің берері мол. Атап өтілгендей, бесікте жатқан шақалақтың омыртқасы түзу болады. Қол аяғы бос жатқан сәбидің ұйқысы тыныш болмайды. Ұйқысы қанбаған баланың зердесі толық жетілмейді. Бесіктің тербетілуі, бесік жырының айтылуының баланың психологиясына ерекше әсер етуі де бар. Сұлтан Махмұд Торайғыров бесігімде жатқанда берген білім деп ана тіліміз туралы айтқан болатын. Бесік жырында айтылатын сөздердің бәрі тұнып тұрған дұға және тілек. Ешбір бесік жырында ұры бол, залым бол, жаман бол деген сөз кездеспейді. Керісінше адам бол, жақсы бол, денің сау болсын деген сөздер айтылады. Сонымен қатар баланың мазасыздығы ананың психологиясына әсер етеді. Мұндай жайсыздық сүт арқылы сәбиге беріледі. Сондықтан бесікке жатпаған сәби болашақта сабырсыздау болады. Баланы бесіктен шешкен кезде ол керіліп, созылып рахаттанады. Денесінің әр түрлі күйде болуы оған демалыс сыйлайды. Сәбидің бойы таза болып, ол тазалыққа үйренеді. Бесік белгілі бір ырғақпен ғана тербетіледі. Баланың жүйкесі бір жүйе, тәртіпке түседі дейді. Кафедра доценті бұдан бөлек бесікке бөлу арқылы нәрестелерде жиі кездесетін миға су жиналу дертінің алдын алуға болатынын айтады. Дәрігер бала дүниеге келген кезде миы зақымданатын, шала туылған баланың миына қан құйылатынын, салдарынан мидағы сұйықтық жолы қан түйіршіктермен бітелетінін мысалға келтірді. Ал бесікке тербетілген баланың миындағы сұйықтық түтікшелер арқылы жақсы жүреді. Үнемі құрғақ жатып үйренген сәбиде су төсекке қарсы шартты рефлекс қалыптасады. Кейін баланы керуетке ауыстырғанда, ол кіші дәретке отырғысы келгенде оянып, мазасызданып жылай бастайды. Есейген соң бала тосуға үйреніп, таза өседі дейді. Бірақ дәрігердің ескертуінше, жамбас сүйегі қисайған, ортаң жіліктің ұршық басының ұясынан шығуы дертіне шалдыққан нәрестелерді бесікке бөлуге болмайды екен. Құрметті көрермендер, ал сіз өз балаңызды бесікке бөлейсіз бе? Төменде жаза кетіңіздер. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Бүлдіршіндердің ұйқысы тыныш болсын.